Жігіттер, араларыңызда Сека деген жігіт бар ма? Неге жоқ? Әрине бар. Мен ғой Сека. Сіз ба, сәлеметсіз. Сека деген Wi-Fi таратып жатыр дейді. Сіз паролін айта қоясыз ба? Паролін айта қоясыз? Вот сіздер. Алло, все, ага, хорошо. Сағат 6-ға жазсаңыз. Ага, давайте. Так, полировкаға жазылым. Кішкене там царапина, сонда полировкаға бере салам. Майын ауыстырдым машинаны. Так, колодка, тормозные диски бәрі нормально. Так, қар жоқ кетті. Хорошо, что заранее дөңгелектерін де ауыстырып қойдым. Ну, бәрі идеально. Сегодня нам всем повезло, потому как звучит, потому... Йо, қар жоқ кеткен ба не? Мә, мен зимний дөңгелек алып үлгермедім ғой. Еще қар тазалайтын щетка да жоқ. Баста шапка да жоқ. Йо, қаттым мен, кеттім жеу. Ай, молодец, молодец. Ай, молодец, молодец. Сені мен үнемі келіспейтін досың. Негіз досым, мәшінен каталогы бар ғой. Мерс қой. Ой, жоқ, қандай емес. БМВ ғой каталог. Қой, мәшін емес БМВ. Жоқ ғой, БМВ дейтін таза машина ғой. Мінесін ұйықтайсың ғой дейтін. Негізінен досым бар ғой, футболда командалардың каталогы бар ғой. Барселона ғой. Я деп ойлайтын шығарсың, бірақ Реал Мадрид бұл 10 рет лига чемпионов ұтып алды. Ты чё? Ёки дәуір. Негізі бар ғой, досым, телефон каталогы бар ғой. iPhone ғой. Номер 1 ғой. Бұл қандай Samsung ғой, қаңызлар. Каталог қой Samsung. Айтыңдар ма? Қатып қала береді ғой. Нағдаған қал, вирус кіріп кетеді мына ішіне қойшы ба. Ничего болды. Өлең тыңда бәрінен қайды. Досым, мына қараш. Айдана Меденова келді. Каталог қой дұрыс па? Каталог. Вот, каталог. Бүгінгі видеомыздың спонсоры 1xbet компаниясы. Егер сіз әртүрлі спорттарға ставка тегетін болсаңыз, онда мен сізге 1xbet компаниясын ұсынамын. 1xbet'тің сілтемесін осы видеоның астынан таба аласыздар. Осы сілтеме бойынша кіріп, регистрациядан өтіп, балансыңызды толтырып, спортқа деген қызығушылығыңызды арттырсаңыз болады. Все, ладно, мам. Кеттім мен. Хорошо. А что сен шапка киіп алғансың? Минус 30 градус аязда. Шешті шапкаңды, ана шарфың тоже шешті. Немене оранып соншама? Немене ана курткаң мешок сияқты? Киіп алмайсың ба ана осенний курткаларың бар, кожаный курткаң бар, киіп алмайсың ба? Масқара, ана не ана ужас, гамаш киіп алғансың ба? Капроновый колготкаларың жетіп атыр ғой. Ей, өлмейсің капроновый колготка ки, зато әдемі болады. А чё, қалай ұялмайсың ба? Ұят емес па ана колготка киіп жүргенің? Фу, ужас прям. Бар киініп ал. Шеш ана үстіндегі бәрі шешті. Так, балдар, сабақ айтамыз бүгін. Дәурен, тұршы сабақ айтшы. Апай, мен дайын емеспін. Отыр, екі. Понедельниктен бастап сабақ оқимын. Негіз киноға барамыз деп ойлаған жоқпыз. Ой, 7000 теңге болыпты. Өзім төлей салайыншы. Қазір анар мам по-любому карточкама жібереді ғой, 3,5 теңге. Біз киноға бардық. Мә, әлі лақтырмады ғой. Мә, тамақтары дәмді екен мына жердің. Я, күшті маған ұнады. Қазір лақтырып қалатын шығар енді. Мә, біз 7000 теңгеге тамақтан тастаппыз, я? 3,5 теңгеден. Баяғыда есіңде ма? 1,5 теңгеге тойып жейтін едік қой. Я, кәдімгі тойып жейтін едік қой, я. Бәрі қымбат болып кеткен қазір. Енді 5 минут өтсін, точно сұрайын. Дым ят емес. Қой! Мен кеттім онда. Телема? Бағанадан бері маған намекать етіп отыр ғой. Алдыңғы жол мен өзім төлегем атак. Сол кезде лақтырған жоқ қой. Бірде бір. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не қалайсыз? Қаз 1 минут. Так, Джусай Соджидан, Гүлчитай из индейки. Не берем мынау? Пайдалу, Момосяй, Жанду. Не? Ой, плов, мам, плов перестанешься? Обычный плов. Яқын қалай жағдай? Жақсы ма, амансың? Брат, нема, Дилектің нөмірін берші, мен сөйлесейші Дилекпен. Мә, сонда ұятсыз адамдар бар екен ғой өмірде. Анара 4000 шықты шет. Сен төлей салшы, мен саған карточкаңа жібере салам ғой.
Жарайды, конечно. Алсаңыз, рахмет. Күннен күнге лақтыра саламын деп лақтырып кететін адамдар көбеюде. Абайлаңдар, алданып қалмаңдар.